Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 150-ші сабақ бекіту. Бірінші тапсырма. Лагердегі демалыс кезінде балалар алма жинауға көмектесті. Жәшіктердің массасы туралы деректерді пайдалана отырып, есеп құрастыр. Есеп құрастырамыз. Қызыл алма 12 килограммнан 3 жәшік. Жасыл алма 9 килограммнан 2 жәшік. Барлығы неше килограмм? Жалпы массаны анықтау үшін бір заттың массасын санына көбейтеміз. Сонда 12-ні 3-ке көбейтеміз, қосу 9-ды 2-ге көбейтеміз. 12-ні 3-ке көбейткенде 36 болады. Оған қосамыз, 9-ды 2-ге көбейткенде 18 болады. Екеуін қосқанда 54 болады. Жауабы барлығы 54 килограмм. Екінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі: жазғы лагерде демалушы балалардың 69-ы ағылшын тілі. Одан 3 есе кем бала математика үйірмесіне қатысты. Ал ағылшын тілі мен математика үйірмелеріне қанша бала қатысса, сонша бала өзіне қажетті әртүрлі үйірмелерге қатысты. Үйірмелерге барлығы неше бала қатысты? Ең алдымен математика үйірмесіне қатысқан балалардың санын анықтаймыз. Олар ағылшын тіліне қатысқан балалардан 3 есе кем. Демек, 69-ды 3 есе кемітеміз. 69 бөлу 3 тең 23 болады. Бұл математика үйірмесіне қатысқан балалардың саны. Енді әртүрлі үйірмелерге қатысқан балалардың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін ағылшынға және математикаға барған балалардың санын қосамыз. Ағылшынға 69 бала, математикаға 23 бала қатысты. Екеуін қосқанда 92 болады. Бұл әртүрлі үйірмелерге қатысқан балалардың саны. Енді үйірмелерге қатысқан барлық баланы анықтау үшін осы үшеуін қосамыз. Сонда ағылшынға 69 бала, математикаға 23 бала, әртүрлі үйірмелерге 92 бала қатысты. Барлығын қосқанда 184 болады. Жауабы: үйірмелерге барлығы 184 бала қатысты. Ә есебі: жазғы лагерде демалушы 145 баланың 24-і сахналық қойылымға қатысты. Олардан 2 есе артық бала би биледі. Және қалғаны көрермен болды. Неше бала көрермен болды? Ең алдымен би билеген балалардың санын анықтаймыз. Олар сахналық қойылымға қарағанда 2 есе артық. Сонда 24 баланы 2 есе арттырамыз. 24 көбейту 2 тең 48 болады. Бұл би билеген балалардың саны. Енді неше бала көрермен болғанын анықтау үшін барлық баланың санынан сахналық қойылымға қатысқан және би билеген балалардың санын азайтамыз. Сонда 145 азайту, сахналық қойылымға 24 бала қатысты және 48 бала би биледі. Сонда 145 азайту 24-ке 48-ді қосқанда 72 болады. 145-тен 72-ні азайтқанда 73 қалады. Жауабы: 73 бала көрермен болды. Үшінші тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бір жидені тігуге 1 метр 10 сантиметр мата жұмсалды. Оны сантиметрге айналдырамыз, 110 сантиметр болады. Саны 5 дана, жалпы шығын белгісіз. Белдемше 70 сантиметр, 6 дана, жалпы шығын белгісіз. Барлығын анықтау керек. Ең алдымен 5 дана жидеге қанша мата кеткенін анықтаймыз.
Ол үшін 110-ды 5-ке көбейтеміз. Оған қосамыз. Енді белдемшені анықтаймыз. 70 сантиметрді 6 данаға көбейтіп қосамыз. 110-ды 5-ке көбейткенде 550 болады. Оған қосамыз. 70-ті 6-ға көбейткенде 420 болады. Екеуін қосқанда 970 сантиметр болады. 9 метр 70 сантиметр болады. Жауабы барлығы 9 метр 70 сантиметр мата жұмсалды. Төртінші А тапсырмасы. Диаграммада жазғы лагерде демалған балалар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып, оны досыңа қой. Бірінші сұрақ. Лагерге 1 маусым күні қанша бала келді? Диаграммаға қараймыз. 1 маусым. Келген баланың саны 180. Демек, жауабы 180 бала келді. Екінші сұрақ. Лагерге қай күні ең көп бала келді? 3 маусым күні 240 бала келді. Үшінші сұрақ. Лагерге қай күні ең аз бала келді? Ең аз бала 2 маусым күні келді. Баланың саны 160 бала келді. Төртінші сұрақ. Лагерде 4 маусым күні қанша бала болды? 4 маусымға қараймыз. Баланың саны 200 бала. 4 маусым күні 200 бала келді. Ә есебі. Диаграмма бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Лагерге 1 маусым күні 180 бала, 2 маусым күні 160 бала келді. 3 маусым күні белгісіз, бірақ 2 маусымға қарағанда 80 бала артық келді. Лагерге 3 күнде барлығы неше бала келді? Ең алдымен 3 маусым күні келген балалардың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 2 маусым күні келген балалардың санына 80-ді қосамыз. 240 бала. Бұл 3 маусым күні келген балалардың саны. Енді барлық баланы анықтау үшін осы 3 күнде келген балалардың санын қосамыз. 1 маусым күні 180 бала. Оған қосамыз. 2 маусым күні 160 бала. 3 маусым күні 240 бала. 580 болады. Жауабы лагерге 3 күнде 580 бала келді. 5-ші тапсырма. Есепте. 112 сантиметр көбейту 5. 560 сантиметр болады. 322 метр көбейту 3. 966 метр. 985 килограмм бөлу 5. 197 килограмм болады. 189 миллиметр бөлу 9. 21 миллиметр болады. Келесі 14 сантиметр 7 миллиметр бөлу 7. 2 сантиметр 1 миллиметр болады. 2 центнер 68 килограмм бөлу 4. Бірінші барлығын килограммға айналдырып аламыз. 268 килограмм болады. Оны 4-ке бөлеміз, 67 килограмм болады. 6 сантиметр 6 миллиметр көбейту 2. 12 сантиметр 12 миллиметр болады. 12 миллиметрдің ішінде 1 сантиметр бар. Сондықтан 13 сантиметр 2 миллиметр деп жазамыз. 2 центнер 5 килограмм көбейту 3. 6 центнер 15 килограмм болады. 6-шы тапсырма. Сызба бойынша есепті шығар. Лагер асханасында әрқайсысында 25 килограммнан 4 жәшік банан балаларға таратылды. Содан кейін онда тағы 38 килограмм банан қалды. Асханада барлығы неше килограмм банан болған еді?
Сызбаға қараймыз. Бірінші жәшікте 25 килограмм, екінші жәшікте 25, үшінші жәшікте 25 килограмм, төртінші жәшікте 25 килограмм банан. Бұл банандар балаларға таратылды, ал қалғаны 38 килограмм. Сонда барлығы неше килограмм банан болған, соны анықтау керек. Ең алдымен таратылған 4 жәшік бананды анықтаймыз. Оны анықтау үшін 25 килограммды 4-ке көбейтеміз. 100 килограмм болады. Енді барлығын анықтау үшін таратылған және қалған банандарды қосамыз. Таратылған банан 100 килограмм, оған қосамыз қалған 38 килограмм бананды. Сонда 138 килограмм болады. Жауабы: асханада барлығы 138 килограмм банан болған еді. Жетінші тапсырма. А есебі: мен бір сан ойладым. Оны 5-ке арттырғанда 60 шықты. Мен қандай сан ойладым? Ойлаған санды x деп алып, оған 5-ті қосамыз. Сонда 60 болады. Сонда ойлаған санымыз 55-ке тең. Ә есебі: 73 саны мен ойлаған саннан 23-ке артық. Мен қандай сан ойладым? Оны анықтау үшін ойлаған санды x деп алып, оған 23-ті қосамыз. Сонда 73 болады. Сонда x-тің мәні 50-ге тең. Мен ойлаған сан 50 болады. Б есебі: 6 саны белгісіз саннан 39-ға кем. Белгісіз сан нешеге тең? Белгісіз санды x деп алып, x азайту 6 тең 39 деп теңдеу құрамыз. Сонда x-тің мәні 45-ге тең. Белгісіз сан 45. В есебі: мен ойлаған сан 58-ге қарағанда 18-ге кем. Мен қандай сан ойладым? Оны анықтау үшін 58 азайту x тең 18 деп теңдеу құрып шығарамыз. Сонда x-тің мәні 40-қа тең. Мен ойлаған сан 40 болады. Г есебі: егер 62 саны мен ойлаған саннан 27-ге артық екені белгілі болса, онда мен ойлаған санды тап. Оны анықтау үшін 62 азайту x тең 27 деп теңдеу құрамыз. X-тің мәні 35-ке тең. Демек, мен ойлаған сан 35-ке тең. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.